Кәрістердің тауық сорпасының рецепті аты самгетаң деп айтылады. Ең бірінші тауықты қайнатып, суын ауыстырамын. Сонда сорпа таза болып шығады және кәрістер тауықты біз ет асқанда 2-3 сағат қайнатады. Тауық екінші рет қайнағаннан кейін ішіне керек заттарымызды саламыз. Екіге бөлінген пияз, мен имбирь қосқанды жақсы көремін. Көк пиязды осылай бүтіндей саламыз. Кептірілген құрма қосамыз. Одан кейін сорпаға қосатын осындай арнайы мешок болады. Ішінде кәрістердің пайдалы шөптері және тамырлары болады. Енді крышкасын жауып, жай отта 2-3 сағат қайнатамыз. Чеснок қосуды ұмытып кете жаздадым. 1 сағаттан кейін сорпаға осындай крупаларды қосамын. 10 түрлі крупаның қосындысы арнайы магазинде сатылады. Сонда бұл сорпа емес, қою көже сияқты болып піседі. Тұз және май қосылмайтындықтан денсаулыққа өте пайдалы диеталы тамақ. Асқазан ауыратындарға, үлкен кісілерге, арықтап жүргендерге өте жақсы. Соңында артық заттардың бәрін алып тастаймыз. Осындай әдемі, пайдалы және дәмді көже дайын болды. Кореяда тұз бен бұрыш столда тұрады. Керек адам өзіне қалағанша қосып алады. Өте дәмді. Мен бұл сорпаны өзім қатты жақсы көремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепті жоғалтып алмау үшін сақтап қойыңыз.